Жалпы маған келетін клиенттердің 95%-ы әйел адамдар. Әйел адамдар жеке кеңеске келген кезде көбіне күйеулеріне шағым айтып келеді. Қандай шағым? Күйеуі жауапкершілікті отбасының алдында алмайды, жауапкершілік сезінбейді дейді. Не үшін? Оның себебі балалық шақта жатуы әбден мүмкін. Бала кезінде ата-анасы оған кейіпкер қамқорлық жасап, оны жұмсамауы мүмкін, аяуы мүмкін, және жауапкершілікті ал сен еркексің, сен ер азаматсың, бір үйді асырайсың ертең, сен ақша табуың керек деген нәрсені айтпай аз естіп өсуі мүмкін. Осындай еркелеп өскен, көбіне мынау ата әжесінің қолында өскен кейбір балалар, ер азаматтар осындай ерке болып өседі. Одан кейін үйленгеннен кейін отбасының алдында жауапкершілікті сезінбейді. Осы жауапкершілікті сезінбеудің салдарынан көп қазақтың отбасылары ажырасып жатыр. Оның кесірінен балалар зардап шегіп жатыр, зиян шегіп жатыр. Балалар жетім қалып жатыр. Енді ойлап қараңыздар, аналар әсіресе балаларымызға гипер қамқорлық жасамау керекпіз. Қазақта аясаң аяма деген мақал бар, ер жігітті әсіресе аямай жұмсау керек. Мына 7 жастан 13 жасқа дейін құлдай жұмса деп қазақта мақалда бекер айтпаған, 13 жасқа дейін еңбекке баулып аямай жұмсасақ, онда ол жаңағы еңбек сүйгіш болады, ақша тапқыш болады және жауапкершілікті сезінетін болады. Құрметті аналар, сіздерге осыны жеткізгім келді. Бұл екі жақты мәселе, ер азаматқа да, әйел азаматқа да байланысты. Сіздермен болған Гүлзира Әлбайқызы, Астанадан.